Армысың әлеумет. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде бүгін бағдарламасы. Телефонға телміріп, жаһандық желіде жастығын өткізіп жатқан балаларды қалай кітапқұмар жастарға айналдыра аламыз. Балалар әдебиетінің оқырмандары күн өткен сайын азайып барады. Таяқтың екі ұшы бар секілді, мұнда оқырманның ғана емес, қаламгердің де кемшілігі болуы мүмкін. Неге десеңіздер, бүгінгі күнде бала санасына сай келетін сапалы шығармаларға сұраныс көп болғанмен олар жеткіліксіз деуге болады. Мәдениет және спорт министрлігі биылғы жылда балалар әдебиеті жылы деп жариялады. Бүгінгі тақырып осы. Алып қосар пікірлеріңіз, сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірімізге жолдасаңыздар болады. Біз оларды жауапсыз қалдырмауға тырысамыз. Алдымен әріптестеріміз дайындаған кіріспе сюжетті көріп алайық, кейін әңгімемізді бастасақ. Бүгінде балалар әдебиеті кенжелеп қалды. Ғаламтордан жылдам ақпарат алып үйренген бала кітап оқуға онша құлық танытпайды. Оның үстіне арнайы балаға арнап жазылатын қазақша кітаптар саны да азайған. Балалар кітапханасындағы сөрелерден бұрын жазылған жазушылардың шығармаларын ғана кездестіруге болады. Жалпы қазақ тіліндегі кітаптың үлесі артты дегенімізбен, балалар әдебиетінің басым бөлігін аудармалар құрайды. Аударма кітаптарымыз өте көп. Жаңағы балаларға оқитын кітап жоқ деуге болмайды, бірақ бар, оның өзі аударма болып тұр. Қазақ тілінде жаңағы қазіргі шығып жатқан қазақ жазушыларының жақсы бір сүйсініп оқитын шығармалар аз. Жазушы Қаржаубай Сартқожаұлы баланы кітап әлеміне жетелейтіндей шығармалар азайып кетті дейді. Кезінде жасөспірім балаларға арнап көркем проза жазған жазушы дүкеннен әдеби кітап таппайтынын айтады. Ақындарымыз көп, ақындар жақсы жазып жүр. Оны жоққа шыға алмаймын ақындарды. Жазушылардікі жоқ. Неге? Бірінші бұны мемлекет тарапынан ынталандыру жоқ. Оған ынталандыру керек. Балалар әдебиетінің бір баспатағы пәленбай 1000 теңге белгілеу керек. Жазушыларды насихаттау керек. Расында адам баласының өмірге деген көзқарасы мен талғамы балалар әдебиетімен қалыптасады. Демек, балалар әдебиеті ұрпақ тәрбиесінің тал бесігі, тағылым, тәлім ордасы. Сондықтан да бұл сала ешқашан қамқорлықтан, жанашырлықтан тысқары қалмауы керек. Мінекей, құрметті көрермендер, сюжетті көрдік, біраз мәселе айтылды. Енді 90 жылдардан бері қарай байтал түгіл бас қайғы деген заманда кішкентай оқырмандарымыздың шығармалары елеусіз қала бастады. Оларға арналған кітаптар шықпай, біраз проблема болды. Қазір енді студиямызға зиялы қауым өкілдері осы мәселенің айналасында жүрген, көтеріп жүрген біздің елдің ішіндегі белгілі азаматтар келіп отыр. Рахмет дейміз сіздерге. Енді солардың ішінде бірінші сауалды Баянғали Әлімжанов ағамыз өзіңізге қойғымыз келеді, мәдениет қайраткері. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі балалар әдебиетінің даму деңгейі қандай? Енді көп нәрсені біз бұрынғы заманмен салыстырып жатамыз ғой. Қалай ойлайсыз? Не істеу керек? Сізден бастасақ өзіңізден. Ол алдымен айтатын болсақ, балалар әдебиетінің деңгейі қандай, бағыты қандай дейтін болсақ, бұл бұрынғы өзі ежелден қазақ баласы мейірбанды халық, ізгілікті аңсаған халық, адамгершілікке тәрбиелеген халық балаларын. Сол тамырдан қол үзіп кеткен жоқ. Біздің осы қазіргі ақын жазушыларымыздың да жазғандарының барлығы да сол баланы ізгілікке, адамгершілікке, жақсылыққа баулу сол бағытпен келе жатыр. Бірақ енді сіздің сұрағыңыздың астары жаңа Қаржекеңді айтып кетті ғой, бұл кітаптың жету жағдайына қарай ойыссақ, кітаптың шығу жағдайы дегенді айтып отырсаңыз, бұл жерде мәселе көп. Ол әрине ол тікелей маған қойылатын да сұрағымыз, бұл кітап шығару ісімен айналысатын адамдарға қойылу керек. Біріншіден, мысалы, сөреден жаңағы бұрынғы жазушылардың кітабының өзін сирек табамыз деп жатыр. Олар тозды ғой, кітапта тозады. Қағаз ғой енді. Жоғалады, жыртылады. Оны қайтадан шығарып отырмаса, қайтадан жаңғыртып балаларға беріп отырмасаң, ол әрине азаяды бір. Екіншіден, бүгінгі балалар жазушыларының жағдайына келетін болсақ, дұрыс айтылады, шынында осы қане балалар кітабың бар ма, осыны біз шығара қояйық, осыны тарата қояйық деп жатқан баспаларды біз сирек көреміз. Сондықтан көбіне аудармаға кетіп жатырмыз бір. Екіншіден, ең үлкен бір мәселе, мына баспадан тіпті балалар кітабы шыққан күннің өзінде оның оқырманға жету өте қиын. Бағасы удай қымбат болады. Жақсы қағазбен шығарады,
менің осы жерде нақты бір ұсынысым осы хабардың басындағы айтып қояйын. Мысалы, балалар әдебиетінің шығармаларын басқа мысалы салықтан босатса. Өйткені ол өте маңызды мәселе, ол ұрпақ тәрбиесі. Және мынау биыл балалар әдебиетінің жылы деп жатырмыз. Бұл бір жыл емес, бұл өмір бойы болуға тиісті нәрсе ғой. Адам баласы болғаннан кейін бала өсіп отырады, сондықтан бұл өмір бойы жалғасатын жұмыс деп білемін мен. Сондықтан ештеңе жоқ деп қазір айтсақ, жоқ деген жаман сөз, жоқ, Құдайға шүкір, баспалар шығарып жатыр. Мен таяуда ғана мысалы Фолиант баспасы менің әліппе өлеңдерімді басып шығарды, кітап қылып. Оны өздері шығарды, өздері таратады, өздері сатады. Маған авторлық 5 дана берді, болды. Мен оған риза болдым. Міне осындай, бұл енді жақсы жаңалық деп білемін. Жақында Астрид Лингрен деген жазушының Пеппи ұзыншылық және соның 3 кітабын шығарды. Оны аударуға көмектескен Швецияның бірдеме ұйымы. Не деген патриот халық, анау шведтер қазақ тілін аударуға, сол шведтің бір қоры, солар ақша бөліп, ананы шығартып отыр. Швед халқы біздің қазақтан көп емес саны. 10-15 миллион ғана халық. Солар ана Астрид Лингрен мысалы қазір әлемдегі ең көп оқылатын жазушының бірі. Неге? Ол алғаш кезде жаза бастағанда өзінің немерелерін арнап жазыпты. Соны баспа оны басып шығара бастаған, таратқан. Демек, бұл жерде шешуші рөлді ойнаған баспа. Бізде де жаңағы айтқан сауалының жауабы. Бір сауал қойсам, енді баспа ісі кішкене менен бөлек, оны басқа адамдар жауап береді дедіңіз ғой. Жазылу деңгейі қандай? Жаңа әдебиет бар ма бізде қазір? Әлде бұрынғы кітаптарды біз қайтадан шығарып жүрміз? Олай болмайды. Міне арада қазір тіпті тәуелсіз ел болғанымызға 30 жыл өтті. Осы 30 жылдың ішінде мықты балалар әдебиетін жазып жүрген бізде авторлар бар ма? Құдайға шүкір бар. Бар ма? Және оның санасақ қанша уақыт аламыз? Құдайға шүкір, мысалы өзіміздің Байбота Серікбаевты ал. Біз енді бұл саладан кішкене алшақ болғаннан кейін көрерменге де көрерменге айтатын онша таныс емес болғандықтан көзі тұрып алған жазушылар керек болса, міне Байбота Серікбаев бар, Жади Шакенұлы бар, Толымбек Әлімбеков бар, Сәуле Досжан да бір кітабын жазды. Авторлар жеткілікті. Авторларымыз сосын Дария Жұмагелдинова деген авторымыз да бар. Қазақ шоршы бұрқыратып жазып жатыр қазір. Діптарымыздың олар үлкен жазушыларды айтпағанда кешегі Сұлтан Қалиевтар көз өткен. Арғымыз ағаңдарды айтсақ, қазақ әдебиетінде балалар әдебиеті толып тұр, тұнып. Ол бәрін жазып, беріп кеткен, соны іс қылып, көрсетіп, жеткізе алмай отырған біз өзіміз керек десеңіз. Солардың барлығын іріктеп алып, мысалы, сүзгіден өткізіп, осы заманға келеді деген іріктеп, мен өткенде айтып едім, тағы айтам, тақырыптық балалар әдебиетінің антологиясын шығарса, ол неге тақырыптық? Бұлай, мысалы, мұғалімдер іздейді. Ана туралы балаға өлең бер дейді. Жоқ, таба алмайды. Сен антологияң тұрсын, ана туралы қай ақын кім қанша жазды екен. Міне, оп-оңай. Отан туралы дейді, ата туралы дейді. Міне, таяуда ғана маған баспаның бір редакторы звондайды. Баянғали аға, балам балабақшаға барып еді, ана туралы тақпақ беріпті өлең. Соны түсінбейді дейді. Айта алмайды. Соған өлең жазып беріңізші маған деді. Қарапайым балаға. Содан мен отырдым да, заказбен жазбаушымда қиын болды ғой енді. Деп өзім бір ана туралы өлеңім бар еді, ол ұнамай жүрген еді. Содан отыра қалдым да, бір кезде келе қалды. Жаным деген сөзінен жан жылуын сеземін. Жан жылуы сезілген, жақсы көрем анамды, нұр төгілген көзінен. Балам дейді аналар, анам дейді балалар. Балалардың бағына аман болсын аналар деген. Болды. Қысқа ғана өлең туа қалып бердім. Қуаны оқып берді баласы. Енді ары қарай оқиғаның дамуын қараңыз. Мен оған айттым. Ал енді осыдан бірнеше жыл бұрын мен неге келдім балалар әдебиетіне? Немерелерім балабақшаға барды. Берген өлеңдерді түсінбейді. Сосын әйелім айтады, сен ақынсың ғой, мынаны түсіндіріп берші. Мен түсінбеймін ана өлеңді. Неге десең, ойы бәрі жақсы, тәрбиелік мәні бар, өлең жоқ балаға арнаған. Содан өзім жаздым. Сөйтсем немерелерім қағып алып, жаттап әкін оқып беріп тұрғасын, мен 1 том балалар кітабын жаздым содан. Енді тақырыпты ары қарай. Әліппе өлең ғой. Әліппе өлең емес, одан басқа толып жатқан өлең. Содан енді қызығы әлгі редактор әйелге айтамын ғой, мынау енді өмірден көріп тұрсың, өзіңнің балаңа арналған өлең. Балаға өлең керек екен. Осыны кітап қылып шығар деймін ғой. Барат, аға менің жалғызымен демес қой, баспаның директоры бар, басқасы бар. Соны өткізе алмай отыр. Ал не қылдыңыз енді сонда? Бізге қандай кінә тағасыздар? Ақын жазушыға. Біз жазып берейік. Біз жаза алмасақ,
бізді кінәлаңдар. Ал жазған нәрсені енді оны шығару, оны тарату ол деген бір басқа жұмыс. Оған мемлекеттің үлкен бағыт керек. Басқа да сарапшыларымызға студия қонақтарына болды ма, осы ма? Сөз кезегін берейік. Рахмет. Қазір қайтадан керек болса айтамын. Студиямызда Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының директоры Үмітхан Мұңалбаева ханым отыр. Кітапхана қорында балалар әдебиетіне арналған қанша кітап бар? Мына жерде проблемаларды айтып отыр ғой Баянғали ағамыз. Соны оқитын балалар бар ма? Біріншіден көп рахмет. Осы тақырыпты, біз бастаған тақырыпты, ағаларым бастаған тақырыпты бүгін жалғастыра отырып, бізді осы деген студияға жинағандарыңыз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді. Біздің деген оқырмандарға, қазір Фейсбукта отырған, бізді қарап отырған, біздің достарымызға, ата-аналарға, балаларға деген бүгінгі кезде осы балалар әдебиетін қай деңгейде, келе ме кітапханаға, оқи ма, оқымай ма дегендей әңгімені жиі журналистер қойып жатады. Мен жаңа ағамның айтқан сөзін жалғастыра отырып, балалар оқиды, оқығысы келеді. Сол жеткілікті ма, жеткілікті емес пе деген дүниені тағы да айтқым келеді. Енді 800 жазушылар одағының мүшесі болса, соның арасында балалар жазушылар мүшесі 102 ма, 104 пе санап шықты жақында, дұрыс па? Сол себептен ол жеткіліксіз. Неге бүгін балалар әдебиетіне барғысы келмейді жазушылар? Себебі ешқандай ынталандыру, мәселе шығару, кітап дегенде басқа гонорар, тағы да басқа да балалардың кішкене ғана болса да, енді арғарай деген ешкімді ренжітпеймін, жалпы біз деген балалардың әдебиетінен былай шығып кеткен заманда келатырмыз. Мен осыны ескере отырып, 3 жыл бойы артынан жүгіріп, анаған барып, министрға айта жатырып, биылғы жылы балалар әдебиеті мен жасөспірімдер әдебиетін нағыз атап соған қуанышты, бақытты болып жүрген кезіміз. Осы ретте мен осы Нұртөре ағама рахмет айтқым келеді. Себебі ана жерде саясатта отырған ағаларымның осы туралы біраз деген өзінің ұсыныстары бетін ашып, қанша жалақы бөлінеді, қаншама ақша бөлінеді осы кітаптарға. Айтқаннан кейін бәрі осындай үрдіс басталды. Оны енді біз қолдамағанда кім қолдайды? Сол себептен ұлттық академиялық кітапхананың тұп-тура саласында үлкен бір ұйым құрдық. Оның ішінде белгілі бүгінгі жас және деген енді атақты жазушылар, балалар жазушыларды қосып, осы жақында үлкен бір министрмен қоғамда осындай кездесу өткізуге дайындалып отырмыз. Мен ойлаймын, осыдан бір жаңағы айтқанда бір жылдық емес. Біз деген бір орысша айтқанда поколение жоғалтып алдық. Сол поколениені ары қарай деген жалғастыру үшін, оларды білімділікке жетелеу үшін не істеу керек? Күнделікті өмірде әрбір сағатта, әрбір минутта балаларымыздың бар екен, не істеп отырғанын қадағалап біліп отыруымыз керек. Мен мындай бір неден интернеттен тауып алдым. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 11 жасар оқушылардың арасында PISA деген үлкен бір конкурста 39 мемлекеттің арасында біз сауатсыздықты өте төмен алып келгеніміз 34-ші орында тұрады екенбіз. Қандай масқара десеңізші. Әрбір баланы алыңызшы, барлығы сауатсыз жасады. Онда мен бір артекті басқарып жүріп, президентке хат жазайық деген бір үлкен бір не болды, акция. Сонда 500 баланың түнде отырып 500 хатын оқығанда бір бала қатесі жазбаған бала болмады. Содан бері мен енді педагогика ғылымдарының докторы болғаннан кейін, мұғалім болғаннан кейін сол тақырып мені өте тұра жүрегімді, қабырғамды қайсады. Бала жасынан кітап оқыса сауатсыз болмайтын еді. Кітап бала мына ата-анасынан, үйдегі ортасынан бастап, бұны кейін балалардан бастап, мына өзінің мұғалімдер, мектептер дегенде жан жақты. Кешегі осы менің деген осы қалалық әкімшілікке барып айттым, сіздер деген көмектесуіңіз керек қой. Біз деген балалар деген оқитын қала деген осы Нұр Астана атағымыз келіп отыр. Ол үшін не істеу керек? Балаларға үлкен кітапхана салу керек. Осы сол жағалауында кітапхана жоқ қой балаларға арналған. Дүкенге барсақ қазақша кітап таппаймыз. О жерде енді масқара, мен қанша Фейсбукқа деген суретке салып жіберем. Балаларға арналған кітап жоқ. О жерде түрлі ағылшын, немісше, орысша дегенде біз жақында мына Белоруссияда үлкен кітап көрмесінде болды. 60 мемлекет сонда қатынасып, білесіздер ме, Белоруссия
Ол жерде өздері 60 типографиялық келіп кітаптарды шығарып балаларға арнап жатқан издательстволар келіп соны насихаттайды. Белоруссияның экономикалық әлеуеті де жалпы Мақтанатын түкті жоқ. табатын табыстары да жоғары емес, бірақ дегенмен бұл елде кітапқа осындай деген әлеуметтік өте нәрселер жоғарғы жақсы деңгейде жолға мән береді қойылған, екен. Мен таңғалдым. Сол жерде жазушылар одағы мен кездестім. Жазушылармен де балалар әдебиетінің Үйренеріміз көп дейсіз ғой. Үйренетініміз де көп. Енді қазір Алла бұйыртса біз Лондонға баратырмыз. Ол жерде де көріп, мына ағаларымызды алып барып, сол жерде кітапты қалай шығару керек, кімге шығару керек, қалай арнауымыз керек. Енді фолиант ренжімесін маған. Жалпы қазір деген дизайн, кітаптың дизайны ерекше болу керек. Заманға сай Енді болу керек. кешіріңіз, сөзіңізді бөлуге мәжбүрміз. Қазір біздің арнамызда жарнамадан кейін жалғастырсақ, қарсы болмасаңыздар. Құрметті көрермендер, аз кем уақыттан кейін біз қайта қосыламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз кенжелеп қалған кенже әдебиет деп алып отырмыз. Студиядағы зиялы қауым өкілдерімен бірге қазақ балалар әдебиетінің төңірегіндегі қордаланған мәселелерді көтеріп отырған жайымыз бар. Үмітжан ханым, осы ретте бұл бағытты дамытуға қандай да бір ұсынар методыңыз бар шығар? Жалпы керемет, әрбір жазған шығарманы керемет реклама жасау керек. Насихаттау жұмысын жүргізуіміз керек. Әрбір шығатын кітаптардың безелендіру, реклама, оформление дейді ғой, ол өте жоғары деңгейде. Авторлар жазып жатыр ғой қазір? Авторлар жазып жатыр. Мұна Баянғали ағамның деген күндіз-түні жазып жатқан, өлеңді де жазып жатыр. Мұна Ербол деген бауырым отыр, ақын. Барлығы қазір бет бұрды, Құдайға шүкір. Сол себептен мен ойлаймын, түрлі тәсілдерін литературный агент, әрбір жазушыға бір агент беру керек, сол барлық шығармаларын оқырмандарға жеткізетін жолдары бар. Біз оны қазір кітапханада осындай бір тәсілдерін шешіп, бір адамды өзімізге алып, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Мен ойлаймын, оның деген жолдары өте көп. Енді біз тек қана қазір ең бірінші кітаптың бірінші парағын аштық деп айтуға болады. Ары қарай жалғасы болады. Рахмет. Енді біздің студиямызда Нұртөре Жүсіп мырза да отыр. Қош келдіңіз дейміз. Енді жуырда сіз осы депутаттық сауалыңызда осы мәселені көтердіңіз. Содан бері бір өзгеріс, жауап ресми сізге келді ма? Бұл мәселе қалай жалпы? Әлбетте, енді депутаттық сауалда осы қазақ балалар әдебиетінің жағдайы өте жақсы көтердіңіз. Қазіргі нарықтық механизмдер, жаңа Байекең айтып отырған баспа мәселесі, баспадағы көрнекілік, жарнама, сосын кітапты жеткізу, тарату деген сияқты мәселелердің бәрі қамтылған сауал болды. Оған жауап та келді. Биыл мемлекеттік әлеуметтік жағынан бағдарланған әдебиетті мемлекет қаржыландырады. Жыл сайын тиісті қаражат бөлінеді. Соның ішінде балалар әдебиетіне енді 10%-ға жетер-жетпес болса, сондай ақ шығады бөлінген. Нақты қазір цифрлар есімде жоқ, бірақ жалпы енді бетбұрыс басталды. Биылғы жылды балалар әдебиетін қолдау жылы деп қазір жан-жақты облыстық өңірлік деңгейде де үлкен қозғалыстар жүріп жатыр. Балалар әдебиетін дамыту өте бір өзекті мәселе екенін бәріміз жақсы білеміз. Бұл әдебиеттің бастабы ғой былайған кезде. Сосын біздің болашағымыз. Болашақ енді кезінде кеңестік кезеңде бар жақсымыз балаларға деген ұран болды. Барлық осы әдебиет болсын, кино болсын, мультфильм болсын, бүкіл соны балаға арнады. Бізге де сондай бағыт керек. Қазір технологияның заманы, жас ұрпақ өте ақпаратқа қанық қазір. Біздер 10-шы сыныпқа келгенде естіген дүниені қазір мектепке бармай-ақ біледі балалардың бәрі. Сіз қалай ойлайсыз? Ақпараттың заманы деп отырсыз ғой, кешіріңіз сөзіңізді бөліп жібердім, бір сұрақ ойыма келді. Мысалы, шетелдік балалар әдебиетін қарасақ, жаңа Гарри Поттер, басқа енді көп айта беруге болады. Жаңадан шығып жатқан әдебиет, бұл енді көп сондай бір экшн сияқты, ертегінің жаңа түрлері ғой. Ал біздің осы авторлардың жазып жатқаны қай деңгейде? Сондай дәреже, сондай мотивтер, сондай сценарийлер бізде бар ма? Бізде енді мысалға бір Гарри Поттерге тұтас табынып еліктеп қала беруге болмайды. Енді ол бүкіл дүниеде қатты таралған нәрсе ғой. Таралған, неге таралған? Ол сол жаһандық бір брендке айналған дүние. Аңызын мына заманға қарай біздің де аңыздар бар. Ғой. Ал бізде қаншама аңыз бар. Бізде қаншама балаларға арналған
дүние деген жетеді бізде материал былай қараған кезде. Бірақ соны ұштастырып, қабыстырып, қазір заманға бейімдеп әкелу жағы бұл үлкен мәселе. Біз қазір жазушылар әсіресе балалар әдебиетінде жұмыс жасап жатқан, осы бағытта ізденіп жүрген жастар бар жүздің үстінде бар деп отырмыз ғой. Соның ішінде мысалы мен алысқа бармай-ақ мына Серікбол Хасан деген жас азаматты айтып, мысалы ол қазір мына тіпті осы мына коронавирустың кезінде тазалыққа балаларға арналған несі мына Қазақстан арнасында беріліп те жатыр қазір. Сол сияқты мына өмірге жақындау керек деп ойлаймын өз басым. Баланың ұғымына, оның жаны әлеміне жақын келу керек. Ол үшін ол жазылған еңбекте өте мазмұнды, қызықты болу керек, өте қысқа ұғынықты болу керек, тілі түсінікті болу керек балаға. Жаңа неге жаттай алмайды деп отыр. Ол ана кішкентай мысалы тілі енді шыққан 4 жасар, 5 жасар балаға ауыр тиетін болады. Мысалы біз анау шалгиіздің болмаса бұқар жаудың нелерін жататқызуға болады. Бірақ оның не екенін түсінбейді олар әзір. Біздің мен осы орайда мына этно ауылдарды көбірек салып, біздің қазақтың этно тарихы, этно мәдениеті, этно жағдайларын мына біз 4 түлік малға көбірек біздің бүкіл ауыз әдебиетіміздің бәрі, ертегіміздің барлығы соған байланған ғой. Көзбен көрсететін ба балаға ертегіні? Соны біз мысалға мына көзбен көріп, түйсініп өсу керек бала, бүгінгі заманның баласы. Сосын ақпараты жаңа мол деп отырмыз. Ақпарат үздіксіз қазіргі бала. Оның барлығы мына неге біз кішкентай балалардың орыс тіліне болмаса басқа тілге қазір тез кетіп бара жатқандығы. Алып отқан ақпарат, көріп отқан нәрсесінің бар, мына жаңа Маша Медведьтен басталып кете беріп жатыр. Санасы, оның тілі, оның ұғымы ұлттық қалыпта, ұлттық өзінің қайнарын, қазақ сөзінің қайнарын қанып ішпейінше, ол баладан ертең үлкен бір кемел азаматты күту қиын болады. Өзіңіз жаңа мысалға айналдырып отырсыз ғой. Сондай экранизациялауға лайықты шығармалар бар ма біздің? Бізде бар. Бізде мысалға мына Дарабоз бәйгесі болды, Алтын тобылғы болды. Балаларға арналған бір қатар баяғы жалының жабық бәйгесі сияқтанған неше түрлі бәйгелер бар. Солардың ішінде жүлде алғандары ғана біз білеміз. Ал жүлдеге ілікпей қалып, бірақ жақсы мықты әдемі шығармалар назардан да қалып қойып жатыр. Енді осыларды баспаға кітапқа шығарса болар. Үмітхан Мұңалбаева ханымның жаңағы біздің ақын жазушылар балалар әдебиетінен алыстап кетті, басқа тақырыптарға, ересектердің тақырыптарына қарай ойысып кетті деген нәрсеге сіз не дейсіз? Жаңағы жазушылар одағында 700-800 енді жазушылар одағында қаламгер болса, олардың біреуі де қазір қаламгер болса, оның барлығы бірдей бүгін отыра қалып балалар әдебиетімен айналысады деп ол да мүмкін емес нәрсе. Оның әрқайсысының өзінің қалыбы, бағыты несі бар. Бірақ балалар әдебиетіне мойын бұрмайынша жалпы біз өзіміздің келешек ұрпағымыз қандай тәлім алады, қандай тәрбие, қандай олардың тіл байлығы қандай болады деген мәселелердің барлығын жауап бере алмай қаламыз. Сондықтан да жаңа 100 жазушы ма, 100 жазушы егер белсеніп жұмыс жасайтын болса, жылына 100 кітап беретін болса, оның өзі үлкен байлық қой. Біз сондай дәрежеге жете алмай жатырмыз. Ынталандыру жоқ дейді оларда. Жазушылардың қаламақысы қалай? Өзінің ақшасына жазатын жазушылар бар ма? Қазір жазушының жағдайы өте былай қараған кезде қиын. Ол үкіметтен бөлінетін қаламақы, оның ана еңбегін ақтай алмайды. Әлекең жақсы біледі. Оның барлығын қаламақының көтерілгені осы 2-3 жыл болды. Әлібек Асқар ағамыз тыңдайықшы. Сіз енді қаламақыны мен айтайын деді. Не жөнінен? Жалпы бір дүниені мойындайық. 92 жылдың ол кезде тамыз деген сөз жоқ, августынан бастап біздің мемлекет жаңағы кітап шығару шаруашылығына ақша бөле бастады, қаражат бөле бастады. Содан бері әлі күнге дейін жыл сайын келе жатыр, Бірақ ол қаражат кітаптың өзін шығаруға жеткенімен, бұрынғыдай авторларға үлкен қаламақы беруге жетпеді. Анау баспалар сол баяғы бір 10 кітап, 100 кітап, 50 кітаппен сонымен құтылып отырды. Көрдіңіздер ме? Сол екі арада байталдығы басқа семьяны, отбасын асырау керек. Көптеген жазушылар, соның ішінде балалар жазушылары жоқ болып кетті. Жалпы біздің өнеріміз 92-ден бері енді 19 жыл өтті ғой. Осы уақыт аралығында түзеуге содан айтайын. Майдан түскен талай ақша бар. 17-ші жылы
17 жылы Сауытбек Абдырахманов пен Бекболат Тілеухан екеуі шапқылап жүріп, мен кейін білдім кімнің үлкен рөлі болғанын. Екеуі шапқылап жүріп, жаңағы осындай әдебиетке үлкен қаламақы бөлгізді. Ол әр баспа табағы 150 мың теңгеден еді. Ол енді пәлінде көп ақша емес жазу үшін. Бірақ сол мына инфляцияға байланысты осы 2 жылда қағазы бүгін білдім мен 255 мың теңге болыпты. Ол да жаман емес қой енді. Ол бір баспа табақ деген 40 мың знак белгі, сосын немесе өлең болса 700 жол деп есептеледі. Көрдіңіздер ме? Ал сондықтан гонорар қазір енді жоқ деп айтуға болмайды, бар. Бірақ көп жазушыларымыз жоғалтып алдық. Мен баспаларға қазір енді жаңағы балалар әдебиеті неге шықпай жатыр деп сұрасаң, қолдарын жаяды, балалар жазушы жоқ деп. Міне, бірақ Баянғали айтып отыр, Құдайға шүкір бар деп отыр. Екі жақты пікір бар сияқты. Біреулер айтады жоқ, біреулер айтады көп. Саусақпен санасақ қанша жазушы осы салада? Біз жақында ғана сараптама жасадық. Осы Ербол бауырым оған басқарады, сол айтсын. Ербол, мен мұнан айтып кетейін. Қазіргі кітап шығару шаруашылығы 2 бағытта жүріп жатыр. Біреулері сол жаңағы мемлекеттік қаражатқа қолдарын жайып отыр. Сол қанша береді, сол баяғы тиынына дейін жұмсайды да, сол үнсіз отырады. Ол шығарған кітаптар тек кітапханаларға ғана таратылады. Мектепке де таратылмайды. Ол шығарған кітаптар дүкенге түспейді. Біз баспагерлерге зар еңіредік. Өз ақшаңны қосып. Бұл проблема бүкіл біздің осы салада бар сияқты да. Мысалы, мәдени мұра бойынша қанша архивті ақтардық, дүниені таптық, керемет дейміз, бірақ бір үйде не оқылмайды, ол тұрмайды, оны кітапқа кім барып жүреді оны? Баспаның директорлеріне талай мойындарына салдық. Мына тиражды сен шығарасың, сосын дүкендерге түсіретін кітапты өзің тауып бұлай ақшасын тауып шығарсаңшы. Жоқ, олай емес. Жанашырлық танытатын жазушы жоқ па? Өкіметтің ақшасын жұмсайды да үнсіз отыра қалады. Ал енді кітапханаға жібердік деп есеп беріп. Кітапханаға түседі 3000 тираж. Екінші дүние, енді бір баспалар бар, өзін өзі асырап отырған, өкіметтен ақша сұрамайды. Олар жаңағы айтып отырған Москваға барады, Франкфуртқа барады, Лондонға барады, соларға барады да сол жердегі шетелдің кітаптарын соларға контрактіге отырады. Сен мына кітапты бер, оформлениясымен, бәрімен бер, ақшасын береді, орысша қазақшасын сатып алады. Тек қазақшасын сатып алып, орысшасын ертең Мәскеудің бір баспасы сатып алса, бізді жабады да кетеді. Сондықтан 2 тілде бірақ сатып алады да. Қазір меломан немесе кітап дүкендеріне барсаң, Құдайға шүкір, әлем жәлем әдемі көркемделген балалар кітаптар бар. Бірақ бәрі аударма жаңағы. Харри Поттер және оның достары. Оригинал жоқ. Оригинал неге жоқ дегенге, олар айтады, мына ұқсап популярны өткізіп жіберетін, жұрт алып жіберетін жазушыларымыз жоқ. Бұл бизнес қой. Сіз не дейсіз? Жазушылар жоқ делініп жатыр. Жаңа сіз білет деп отыр. Қанша балалар әдебиеті тақырыбында қалам тербетіп жүрген, қанша жазушыны қолына санап бере аламыз? Айта кетейін. Еркін кеңінен айтыңызшы, тыңдайық. Мынау ұлттық академиялық кітапханада Үмітқан Дәуренбекқызының бастамасыменен балалар және жасөспірімдер әдебиетін қолдау кеңесі құрылды. Сол кезде мені кеңестің төрағасы деп сайлады. Содан кейін біз ойладық, енді не істейміз? Содан бізге жан-жақтан балалар жазушылары шыға бастады. Мысалы, бізде 800 жазушы бар деп жатырмыз. Оның сыртында жазушылар одағының мүшесі емес, бір 500-600 жазушы бар шығар. Қазір өздері еңбектеніп жүрген. Сондықтан біз енді сол кісілердің барлығына жеке топ құрып жұмыс жасап жатырмыз. Біздің негізгі мақсатымыз жазушылар, балалар жазушылармен, баспагерлермен, сосын иллюстраторлар дейді ғой, балаларға арнап сурет салатын суретшілермен үшеуінің басын қосып бір сапалы дүние жасау. Қазір сол бағытта жұмыс жасалып жатыр. Көптеген керемет туындылар бар екен бізде, біз біле бермейміз. Мысалы үшін Рүстем Сауытбай деген жігіт Таразда тұрады. Шоқы әлем деген 2 том кітап жазған.
біз мысалы үшін Гарри Поттерді айтамыз, иә? Гарри Поттердің шыққанына 25 жылдай уақыт болып қалды. Әлі айтып келеміз. Ол бізге енді ғана аударылып жатыр. Сол Гарри Поттердің желісімен бұрын енді фантазиялық жанр дейміз, қазір фэнтези дейміз. Сол жанрда 2 кітап шыққан, 5000 кітап саттым дейді. Меломанда тұр сол кітаптар. Әдемі безендірілген. Сондықтан бізде мынандай қазір. 2 бағытта жұмыс жасап жатқан секілдіміз. Біріншісі, мемлекеттен үміт күтетін, кітабын мемлекеттік қаржысымен шығарғысы келетін жазушылар. Екіншісі, нарықтық заманға бейімделіп кеткен, өзінің жазған дүниесіне сенетін, жаңағы балалардың, қазіргі балалардың талғамына сай дүние жазып жатқан жазушылардың еңбектері өтіп жатыр. Мысалы үшін Рүстем Сауытбай, Зира Наурызбаева, қаншама жігіттер, қыздар хабарласты. Бізде шетелден аударылған ертегі бар, бізде менде 2 баспа табақ өзім жазған ертегі бар, өлең бар, әңгіме бар. Тіпті 20 жасар қыз Көкшетау Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде оқиды. Фэнтези жанрында жазылған 3 кітабым бар деп отыр. Қазір интернетпенен оқылымда сатып отыр екен. Интернетке қояды, сол оқырмандар ақшасын төлейді, сатып алып оқып жатыр. Мұндай дүниелер бар ғой, дұрыс, қазір Фейсбукта да біраз маркетинг жасайды олар. Ол түсінікті, бірақ дегенмен де бұл біздің сұранысты толық қанағаттандырып тұрған жоқ та. Мысалы, тек қана осы елорданың көлемінде алатын болсақ, енді елорда қазақ тілді қала ғой, енді көп бүкіл шығыстан да батыстан да барлық жақтан қазақтар көшіп келді. Бірақ ата-аналардың көбі қазақ тілді, мысалы, балалар әдебиетін алып оқып жатырмыз, танысып жатырмыз дейтіндер өте аз. Енді ол бір өзі зиялы қауым өкілдері болуы мүмкін, журналистер, кәдімгі қаламгерлерге жақын жүрген. Бірақ жаппай бұқаралық сондай сипат алып оқып жатқан жоқ. Осыны шешу үшін сіздер қандай ұсыныс бересіз? Бірінші сұрақ, екіншісі, жалпы осы балалар әдебиеті деген осы мәдениет министрлігіне қарай ма, әлде білім министрлігінің құзыретінде ма, кімге қарайды бұл? Осы 2 сауал сізге. Кімге бұл сауал? Жалпы ма? Иә, жалпы. Кешірім сұрайын, жалпы осы үлкен саясатты өзіміз бастап кеттік. Ұлттық академиялық кітапхананың ең бірінші этажын жалпы тазалап, бір орын беріп, балалар кітапханасын жасадық. Не үшін десеңіздер, ертең біздің оқырмандар, осы тәрбиелеген біздің балалар, біздің ұлттық академиялық кітапхананың оқырмандары болады. Біріншіден, өзіміздің келешегімізді ойлай отырып, осындай бір балабақша салдық. Дұрыс па? Енді Ерболдың, біздің ұлттық академиялық кітапхананың деген осы саласында жаңа құрылған ұйым, соны сараптама жасап, енді бір анализбен министрға қазір 21-інде тақ қолын үстіне осында аналитика қойып бердік. Қай министрлік? Білім ғылым министрлігі ме? Жоқ, білім, тыңдаңыз мен, мәдениет және спорт министрлігін. Сол кісі қолдады, сол кісі қазір бізді тыңдап, не істейміз дегенде әңгімеге дайын отырғандай. Сіздер енді аналитикалық та жұмыспен айналысып. Білім және ғылым министрлігі бар ғой. Министрді кездестірдім, айналайын бауырым. Жалпы, ол деген бізге тән емес жалпы да. Әдебиет бізге, әдебиет сіздерде бар. Мұғалім, мынау деген қоғам, ата-аналар бірге жұмыс істеуіміз керек деген әңгімені айтып едім. Сол кісі қолдады, және биыл балалар оқу жылы деп бүкіл мектептерде оны атады. Енді ең маңыздысы, біз осы кітаптарды сараптама жасап, ертең балалар не оқиды деген кітаптың сараптамасын біз жаңа білім және ғылым министрлігі жасап жатыр. Соның ішінде біз қаншама ағам кірді, тағы да жасылар кіргізіп, соны кеше ғана соны деген енді бүкіл халықпен соны деген талқылауға бет бұрдық. Сол себептен мен ойлаймын, біз жұмысты бастадық. Ол мәдениет және спорт министрлігі, ол деген білім және ғылым министрлігі, қоғам, әрбір осы қоғамның азаматы осыған белсенді қатынасу керек деп, социальный сеть, инстаграм, барлық жан-жақта жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі балалар және жасөспірімдер әдебиет туралы әңгіме болып отыр ғой. Бірақ сол жастағы балалар телефонға кіріп кеткен. Олардан телефон тартып, қайтадан кітап берсек оқитын бала бар ма қазір? Мен енді айтып кетейін. Бізде Үмітхан Дәуренбекқызы дұрыс айтып отыр. Мәдениет және спорт министрлігі, білім және ғылым министрлігі, ақпарат және қоғамдық министрлік, сосын қаржы министрлігі, төртеуі бірігіп көңіл бөлу керек бұл салаға. Ол бір ғана министрліктің де жұмысы емес. Бала халықтікі ғой. Сондықтан біреу ақша бөлсін, біреу ақпараттық жарнама жасасын, осындай барлық дүние болғанда жаппай кітап оқу сол кезде насихатпен болады барлық дүние.
сіздер білесіздер ғой. Мысалы үшін біз балалар қазір блогерлер өте танымал. Солардың дүниесін қарайды. Осындай тек кітапты ғана насихаттайтын болсақ, бұл бір күннің шаруасы емес. 3-4 жылдан кейін планшетке жабысып отырған балаларды ақырын суырып ала аламыз. Көркем туындылар жазылып жатыр. Мысалы үшін жас жазушылар айтып отыр. Гарри Поттерге лайық дейді. 3 кітап жазып береміз дейді. Бірақ гонорарын төлеңіздер дейді. Жоқ, енді олардың Гарри Поттер сияқты кітап жазатын мен білмеймін. Сондай дәрежеде бола ма, әлде ол болмай ма? Егер ондай Гарри Поттер сияқты кітап жазылса, ол бәрібір бір жерден тесіп шығатын еді. Жақсы, Баянғали Әлімжан мырзаны тыңдайықшы. Сіздің ойыңыз қандай? Гарри Поттер дегеннен былай шығады. Ол бір керемет көркем әдебиеттің үлгісі емес. Естігіңде болсын, біріншіден. Екіншіден Джулиан Роулинг оны жазған, сосын өзі сата бастаған. Бұның керемет болып тұрғаны ол ағылшын тілінде жазылған. Қазақшалап та қойдық. Жоқ, тұратыр қазақшалаған. Ағылшын тілінде жазылған ол тарайды. Ағылшын тілінің аумағын өздерің білесіңдер. Ол сатып пайда табылады. Солай сатылған кеткен. Сосын бұл Гарри Поттер геройы қызық, өзі бір жетім қалған бала, сосын сиқыршылығы бар ғой. Оны христиандардың өзі айтады. Бұл діни неге келмейді моралға. Біз ондай герой жасайтын болсақ, біз мұсылман қазақ баласымыз біріншіден. Және біздің педагогтарымыз шулайды, мұғалімдеріміз. Біз бірінші әдебиеттің тәрбиелік мәнін іздейміз. Солай ма? Сен анандай жаңағы ондай дүниені жасайтын болса, білмеймін, ол қаншалықты қабылданады, қабылдамайды, екі талай. Бір. Сондықтан мен біздің қазақ балалар әдебиетіне мен Гарри Поттер үлгі деп айта алмаймын. Енді маркетинг жағынан, енді бұл уже таза қалқан бүкіл әлемге тарату жағынан. Бер қараңыз. Бізге оның идеялық жағы керек емес оның. Неге керек емес? Сонда әдебиет не үшін? Жоқ, Гарри Поттердің, оның сиқыршы болатын, ұшып жүретіні, ол өзіне керек шығар. Ең бастысы бар ғой, мына менеджмент пен маркетингті ең жоғарғы деңгейде қойған. Енді Нұртөре Жүсіп мырзаға бір сауал қояйыншы. Енді біздің осы әдебиеттің айналасында жүрген азаматтар ренжімейтін шығар. Біздің авторлардың проблемасы, біздің шығармаларымыз керемет. Бүкіл дүние жүзіне бәсекеге түсе алады. Қазақ баласы бұны оқуға міндетті деп санап, сондай өзін әсіре бағалау арқылы жаңағы маркетингтен, соны сату, ұйымдастыру жағынан кішкене кенжелеп қалып жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жалпы, мысалы, біз әлі күнге дейін Бердібек Соқпақбаевты, Машқар Гумеровты, Әлдихан Қалдыбаевты қазіргі осы балалар әдебиетінің бір классиктері, кеңестік дәуірдегі сондай бір үлкен алыптар деп елестетеміз. Бірақ ол кісілердің өздерінің кітаптарының өзі де мына екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қазақ ауылының өмірі ғой. Қазір қазақ ауылының өмірі қалада мына Алматы мен Елордадағы кішкентай 5-6 сыныптағы балаға ол түсініксіз. Жаңағы әкесіз өскен буын деген дүние, менің атым Қожадағы. Олардың мүлде миына кіріп шықпайды да ол. Біз соны қайтадан әкеп мынауын оқу керек, немесе соған ұқсас нәрселерді тықпалап жатқан жоқпыз ба? Тікелей айтқан кезде. Жақында Сенатта мына ұлттық құндылықтар мәселесі талқыланды. Осында бірнеше үлкен 5 үлкен мәселе, оның ішінде осы бір несі тіл, әдебиет деген мына өзіміз ұғымдарды ұлттық құндылықтардың қатарына қосу, отбасы тәрбиесі бар, басқасы бар, 5 мәселе, жер бар, ел бар, тіл бар деген сияқты. Сол мәселелердің бірінші санатына осы кірді. Сөйтіп ұсынымдар тиісті министрліктерге, үкіметке арнайы жолданды. Жаңағы айтып отырған нәрсе, біз мына мемлекетіміз тәуелсіз елдің туын тіктеп жаңа жолға түскенменен көп нәрседе біз баяғы социалистік реализм деген нәрседің шеңберінен шыға алмай қалған жағдайларды бар. Оны мойындау керек. Сосын жаңағы Баянғали ағамыз айтып отырған тек таза ақша табамыз деген мақсатта егер жазатын болса, шынында көп нәрсе ұлттық, кейбір біздің құндылықтарымызға нұқсан келетін де жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ әдебиет еркін болу керек. Жаңа сіз айтып отырған менің атым Қожаны жазған кезде ол Мәскеуде басылып, сосын барып қазақшаға аударылып мойындалды. Көрдіңіз бе? Қазақ жазушылар ол кезде оны мойындаған жоқ, менің атым Қожаны. Оны қонайып кездесе оқып қалып, мынандай кітап бар екенбіз деп, содан кейін барып киносы түсті, басқа болды. Көп жағдайда әдебиеттің жаңа Гарри Поттеріңізде басқасында бәрінің неге таралымы күшті, неге насихаты көп болып жатыр, олар экрандалуына байланысты. Біздің балалар әдебиетінің мысалы экрандалған қайсы? Менің атым Қожа, Алпамыс мектепке барады, тағы сонда бір көп болса 5-6 кітап айта аламыз, айта алмаймыз.
балаға біз осы заманның жаңағы тетігі технологиялық жетістіктердің тілімен алған кезде жан дүниесінде жүрегінен шығатын дүниені ұсыну. Бұл жерде бірнеше тарапта жұмыстар бар. Тек жазушыға артып қоюға болмайды. Бұл жерде баспагерде тұр, бұл жерде жаңа киногерлерде тұр, бұл жерде аниматорларға да байланысты. Промо керек дейсіз. Барлығының осы бағытқа, бұл біле білсек біздің тіліміз ғой, тіліміз үшін күрес, тіліміз үшін тайталас. Осы жерде баланы біз егер 5 жасқа дейін өзінің ана тілінде қанықтырып тәрбиелеп өсіре алмасақ, онда ол бала ұлтқа қызмет етті деп ешкім айта алмайды. Бұл жерде әңгіме мына кімнің айтып сұрап отқаны, мына ол маркетингте бассың, басқа гонорарда бассың. Мен мысалы гонорар төлемей-ақ жазып жатырмын. Жазып отырсыз. Гонорар сұрамайын деп жазамын мысалы балалар үшін. Бір екіншіден жаңа неге біздің сондай әдебиет бар ма жоқ па, мен аузыма құм құйылғандай отқан себебі ол бар, менде бар. Пожалуйста. Контент бар. Пожалуйста, мен просто нете алмаймын. Жаңағыдай, Құдай-ау, неге бере алмаймын, насихаттай алмаймын, мен ол қолымнан келмейді. Жаңағы сен айтқандай сата алмаймын, бірдеңесін істей алмаймын. Бірақ мен жалмауызды жеңген бала деген ертегі жаздым 2008 жылы. Мальчик, победивший жалмауызды орыс тілінде шықты, бүкіл орыс сайтында тұр қазір. Бәлем мың адам оқып жатыр. Доброжелательный Оскар деген ертегі жаздым, ағылшын тіліне аударылып шығып жатыр. Ал енді осыны қазақшаға аударып, қазақшалап бердім. Үмітхан өзің айттың маған. Ойпырмай мынау Гарри Поттер сияқты жалғайтын дүние екен. Мен жалғадым. Екінші, үшіншісін жаздым. Ешкім шығармай отса, ешкім керек қылмай отса, мен не қыламадым арман қарай. Менің мақсатым мен жазып берейін. Сіз шығарыңыз, таратыңыз, жеткізіңіз балаларға. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы ол енді заман былай болды екен деп, бәрібір біз әдебиеттің көркем әдебиет екенін, оның гуманистік мұратын біз өзгерте алмаймыз. Мен әкеліп ұятсыздықты, жауыздықты балалар оқиды деп насихаттай алмаймын. Немерелермен бірге біз кино көреміз, мультфильм, шетелдің. Неше түрлі жақсы фильмдер. Бірақ оларға ілесу қазір мүмкін емес бізге. Өйткені ол технологиясы дамып кеткен, ешқандай оларда моральдық насихат жоқ керек десең. Ол қызық, жаңа сен айтқандай тартып алады балаларды. Экранға байлау ғана. Біздің балалар ананы көреді. Сен қазір, мен бір күн дауластым, әй, сенің терминаторың, сенің бетменің, анау бетмен тақымың бар. Сканч Боб дегенде. Сканч Боб. Ай, Алпамыс Батырдан күшті емес қой дедім. Алпамыс Батырға өг өтпейді, қылыш кеспейді, суға батпайды, отқа күймейді. Алпамыс қырып жүреді ананың бәрін дедім. Сонда барып қызықты. Сосын барып Алпамысты оқыттым, сосын Алпамыс және Алп монстр деген пьеса жаздым. Онда қойып атқан ешкім жоқ. Алпамыс және Алп монстр. Сонда атының өзі үйлесімді. Ана ойыншықтар тірілетті, ана сасық ойыншықтар тіріліп, балаларға шабуыл жасағанда, ана атасының ағаштан жасап берген Алпамыс Батырды аналарды құтқарып алады. Ойыншықтардың тарихы деген мультфильм сияқты. Әңгіме тарихты, ол ойыншық емес. Ол әңгіме мынада. Біз не береміз балаларымызға? Бәрі қазақ балалар әдебиеті болып қалу керек. Біз анау үйтті мынау бүйтті екен дейтін болсақ, онда біздің құнымыз бір тиын әркімнің еліктейтін болсақ. Әрине, тәрбиелік мазмұн болу керек. Енді мен үшінші жағын айтайын жаңағы. Бұл біз мемлекетті де кінәламайық, баспаны да кінәламайық. Міне мәдениет министрі ұйымдастырып жатыр ма? Енді балалар министрі қайда, оқу министрі. Бәріміз қосыла кету керек қой, сен дұрыс айттың. Бала халықтікі ғой, жабыла кетейік. Бірақ ең қиын мәселе, ана бала оқи ма жоқ па, сонда болып тұр. Неге? Өйткені балады қазіргі аналардың өзі телефонмен өскен балалар. Сәбиін әкелетті 2-3 жастан ана нен телефонды қойып қойып жыламасын деп. Соны көреді, соны сұқ-сұқ өскен бала, ол кітабын ұстай ма жоқ па, екі талай. Бізге баяғыда кітапты оқыма деп қойғыза алмайтын. Біз кітапты мен көрпенің астында жатып оққан фонарикпен. Смартфоны, телефон болған кісілер ғой бұл кісілер. Дүйсенбі есіңде, иә? Дүйсенбі күні көрпенің астында жатып. Иә, ана дүйсенбі күні кітапты өткізіп жүреді ағаларымыз неге? Кітапханаға. Ана кетіп қалғанша оқып қалу керек. Соны фонарикпен оқып, ұрсатын шешеміз көзіңді құртасын. А қазіргі балаларға зорлап оқыта алмайсың. Сондықтан ең оқытуға болады, қаттаны балабақшадан бастау керек та. Мына сосын бұл планшеттен, телефоннан, интернет қашудың керегі жоқ. Біз соған әдебиетіміз соған электрондық кітаптарға қалай қарайсыздар? Бәріне дұрыс қарайын. Неге десең, осы заман біз балаларға соны кіргізіп жіберуіміз керек. Енді осы жерде Баянғали аға, халықтың пікірін біліп алсақ, сосын сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Немерелеріңіз қазақша кітап алып бересіз ба? Оны мамалар алып береді, күнде кешкісін қазақша кітап обязательно оқиды, ертегілер оқиды. Қайдан сатып аласыз? Ол кітапты білмеймін, қайдан алады, келін алма алады. Кішкентай балалар, біз анау Wildberries деген сайттан табамыз.
Балалар қазақша обязательно, только қазақша кітап сатып аламын, иә. Қайдан сатып аласыз? Өзіміздің магазиндерден, Марвиннан, қай жерде көріп қалып, қызық кітап, соның бәрін ала беремін. Жалпы былай қазақ әдебиеті, басқа да бір жазушылардың шығармаларын оқи ма қазақша? Оқиды шығар енді мектепте, иә? Үйде ше өзіңіз қадағалайсыз ба? Үйде жоқ. Кәдімгі арнайылап барып сатып алып бермейсіз ба? Магазиндерде таңдау бар ма? Жоқ, қазір магазинге бармайды, бірақ та бәрі интернетте бар ғой. Жоқ, таңдау көп емес. Жаңағы өлгендер қайтып келмейді. Мен оны Чимкенттен заказ жасадым. Меломанға барып, арнайы заказ жасадым. Здесь мұнда болмады. Арнайы тапсырыспен ғана аласыз, иә? Иә. 5-6 жыл алдынан қарағанда қазір көп шығады. Мен көп алам балаларға. Қазақша именно жақсы. Балам қазір 5-те, бір жастарынан бастап уже кітап алуды бастағам. Ол кезде мен вообще дұрыс кітап таппайтын едім. Тек алфавит, сондай алатын, хоть ол кішкентай болды. А қазір прям ертектер күшті жақсы. Көрермендердің пікірін тыңдадық, аналардың пікірін тыңдадық. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, бірнеше министрлік бар, авторлар бар, бірігіп бір жұдырық болу керек деп. Аналарды да сол қатарға тарту керек сияқты. Біз деген соны деген көздеп отырмыз. Міндетті түрде аналар деген өзінің қоғамы бар ғой. Аналар мектептегі комитет, ата-аналары комитеті де соны шақырамыз. Міндетті түрде онлайнда Доктор бүкіл Қазақстанда қосып бір тақырыпты көтереміз. Ол өз алдына ата-аналар комитеттігі. Ата-ана оқыту өз баласымен. Иә, үйінде оқыту бала, мектепке бармаған баланы. Бізге күніне 1 сағат кітап оқысаңдар, шетел әдебиетін, орыс әдебиетін, біраз жерге барасыңдар деп. Күніне 10 минут балаларға оқытса кітабын, алып кетеді. Әлекен сөйлейді бұл. Бір қызық факт айтайын. Колумбияның Гарсия Маркесі 20 ғасырдың ең ұлы романның бірі ғой, 100 жылдық жалғыздық. Сол Колумбияда шыққан кезде 4 жылға дейін ешкім ауыз ашпапты, әйтеуір жазылды, кетті. Содан Нью-Йоркта кейін 4 жылдан кейін ағылшын тілінде шығады ғой. Сол кезде барып насихаттала бастаған. Қай дүниеде бізде мәсін шетелдік міне Улекең бәріміз аралап жүрміз ғой. Баспалар үлкен мән береді жаңа маркетинг, жаңағы насихатқа. Бізде насихат жоқ. Басты проблема насихат болу. Бұл бірінші, өте керек, иә. Екінші, мынау жаңағы жақсы шығармалар тудыру үшін заказ береді, тапсырыс береді, мықты жазушыларға. Бір кезде Балдырған журналы Қадыр Мырзалиев қана үлкен книге сен істедің ғой. Заказ береді. Қазір мемлекет тарапынан дұрыс бар ма? Заказ бергенде оны мемлекет тарапынан жаңағы алдын ала 30%, 50% ақшасын беріп қояды. Біз мәдени мұра бағдарламасында 100 кітап аудардық қой. Соны аудару үшін алдымен 30% беріп тастадық мәселе. Өте дұрыс. Осы өзіңе нете берсін деп. Сол секілді бәрі Баянғали емес. Мен 5 болатына баяғы тегін жаза берем деген. Анау бала шағасына асырап отырған адамға тапсырма беріп көрдіңіздер. Өте дұрыс. Осындай бір үлкен шаралар жасау керек. Ербол мырза, сізге бір сауал қояйыншы. Енді сіздер мына кітапханада сондай бір аналитикалық жұмыспен айналысып жатыр екенсіздер. Жалпы балалар әдебиетіндегі жағдай қандай деген нәрсені зерттеп жатсыздар ғой. Бір сауал. Сіздер осы зерттеулеріңізде, мысалы, балалар әдебиетін бизнеске айналдырып жүрген, соны бір маркетингімен, онымен ақша табу, кітап шығарып сатумен айналысып жүрген сондай компаниялар, баспалар бізде қаншалықты табысты, олар қалай жұмыс істеуде, содан хабарларыңыз бар ма? Себебі, мысалы, Walt Disney бар ғой, Pixar, ол кәдімгі жекеменшік студиялар. Олар жаңағы шедеврлерді өздері жасайды да сатады, соның арқасында Американың мәдениеті, ағылшын тілді өркениеттің жетістігін насихаттайды. Сондай бізде компаниялар күшті болса, әдебиетте мен айтайын. Аруна баспасы бар Алматыда. Өкіметтің көк тиын алмайды, бірақ өзін өзі асырап отыр. Соңғы мына пандемия кезінде 2 жыл болды отыр үйінде. Соның өзінде кітаптар аздап өтіп жатыр. Сосын Алматы кітап деген бар. Атамұра баспасы, мұнда фолиант бар, көрдіңіздер ме? Сосын қандай Шикула, тағы өзі бір топ. Алтын сақа деген баспа. Алтын сақа ма? Оларға мемлекеттен субсидия ондай жоқ қой? Кейбіреу алады. Кейбіреу анда-сонда. Негізі көпшілік алмайды. Өзінің кітабын өткізіп, сол арқылы ғана бала шағасын жаңағы коллективін асырап отыр. Сосын бұл жерде ең үлкен әлеуметтік мәселе бар жандарым.
ол сені анау ағылшын ба, неміс па, американспен сені салыстырма өзіңді. Әрине салыстыруға, бірақ қалай жұмыс істеу керек екенін мысалға алу керек қой. Сен ана кітабын сатып алатын халқының жағдайына қара. Ол сенің ана керемет апарып керемет шыққан 1000-2000 теңгенің кітабын көп болса біреуін алады. Пенсиямен отқан кісі ауылдың. Ол ауылдағы халық үшін 500 теңге ақша жеп тәуір. Жоқ, қазір 10 мың, 20 мыңның ойыншықтар роботтарын әпере салады. Одан да кітап әперген жақсы. Ербол мырзаны тыңдайықшы. Толықтырып кетейін. Біз 2 күннің алдында балалар баспасының редакторларыменен, балалар жазушыларыменен дөңгелек үстел өткіздік. Сол кезде мынау Алтын Сақа деген баспаның жаңағы сол Алтын Сақа деген журналдың редакторы Саят Қамшыгер осы айдың ішінде тек балаларға арналған 10 кітап шығарамыз деді. Баспа. Ешқандай ақша жаңағы неден алмайды. Бірақ жарнамасын, таралымын өздері жасайды. Бұл жерде бұл баспа жаңа кітапты сатып ақша тауып отыр. Сондықтан бізде не болып жатыр? Қазір енді міне биыл ғана балалар әдебиетіне көңіл бөлініп жатыр. Баспалар биыл ғана балалар әдебиетін көбінен шығарып, сатуға бейімделе бастады. Бізде мынандай дүние бар ғой. Мысал үшін сіз кітапханаға кіріп келсеңіз, бірінші кітаптың оформлениесіне қарайсыз, дизайнына қарайсыз. Оған адам бір 7-8 секунд уақытын жібереді екен. Балаңыз қасыңызда ілесіп жүр. Сол кезде бала сыртқы суретіне қызығады да, мен мына кітапты алам дейді. Сосын ішін ашып көресіз. Сол ішінде дүниеге қарай қызығады. Сондықтан балаға кітап шығарған кезде оның сыртқы жаңағы кітаптың оформлениесіне, содан ішкі дүниесіне бәріне қарау керек. Ал осы нарықтық әдебиетте ең бірінші жаңағы ағаларымыз дұрыс айтып отыр. Бірінші насихат. Егер біз экраннан күнде насихаттасақ, біздің оқырмандардың саны артады. Мысал үшін сіздер экраннан балалар әдебиетіне арналып бір хабарды апта сайын беріп отыру керек. Ол үлкен насихат. Бала деген біздің болашағымыз. Мұхтар Әуезов айтады ғой. Жаңағы ұлт болам десең бесігіңді түзе дейді. Біз бесігіміз қандай деңгейде? 30 жыл бойы бесігімізге қарамай кеттік. Ертеңгі балаларымыз тіл, рух, барлығы сол жасөспірімдерден шығады. Ертең мықты мемлекет боламыз десек, бүгінгі балаларымызды ұлттық рухта дұрыс тәрбиелеуіміз керек. Бұл балалар әдебиеті бір жылдың, бір 2 жылдың шаруасы емес. Бұны үнемі айтуымыз керек, үнемі жазуымыз керек, қадағалауымыз керек деп ойлаймын. Дәл осы жерде мынадай мәліметке назар аударсақ, балалар әдебиетіне үкіметтен бөлінген қаражаттарға тоқталсақ, 2018 жылы 89 миллион 183 мың, 2019 жылы 19 миллион 420 мың, 2020 жылы 46 миллион 848 мың. Бұл қанша қаражат бөлінді? 2020 жылы 40 қанша деді? 49 миллион. 46 миллион 848. 50 миллион теңге. 50 миллион деген енді ол бұлай қарасақ қанша 100 мың доллардан сәл асатын сума ғой. Түкке тұрмайтын ақша ғой енді бұлай қарасаңыз. Жақсы пәтердің бағасы бүкіл балалар әдебиеті. 1 миллиард 200 миллион ба әлеке, соның көлемінде жалпы әлеуметтік бағдарланған бұл жаңа мемлекеттің қолдап отырған нәрсесі. Қазақ баласы кітап оқысын, өзінің таным түсінігін кеңейтсін деген үлкен саясаттың несі. Соның ішінде балалар әдебиетіне енді жаңа бөлінетін қаржының үлес салмағы көңіл көнште бермейді. Біз жаңа насихат керек деген нәрсені айтып отыр. Насихатты біздің балаларға арналған дәстүрлі журналдарымыз бар. Ана баяғы балдырған, Ақ желкені бар. Ақ желкені, мөлдір бұлақ бар. Балаларға арналған жер-жерде де қазір шығып жатқан нәрсе бар. Осыны біз мына еңбек және әлеуметтік халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне былтыр ұсыныс жасадық. Мына кепілдендірілген пакет деген бар. Яғни көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек, жаңағы тамағына, киімі, басқа сол не болады. Соның ішіне балдырған айталық жаңағы сияқты журналдарды қосайық. Сонда кіргізіп қояйық дейсіз. 4 баласы бар, 5 баласы бар, көп балалы ана үйіне жаңағы газет не журнал барады. Балдырған балаларға арналған тақпағыңыз, жаңылтпашыңыз, өлеңіңіз, кішкентай әңгімелер сол журнал арқылы балалар соны оқып өседі деген ұсыныс жасалдық. Бәлкім осындай әрекеттер арқылы біз қазақ баласын кітап оқуға үйрету, сосын осы заманғы жаңағы мына тетіктер, мынаның бәрінен қашатын ештеңе жоқ, смартфон басқа, бәрінің қолында отыр. Бұны тек сол пайдалы ілімге, пайдалы
өздеріне пайда беретін жағдайға қарай үйлестіре білу ғой. Үйлестіре білу. Дұрыс айтасыз. Сосын Нұртөре, мынандай жағдай. Жалпы жыл сайын әлеуметтік маңызды әдебиеттерге ақша бөлініп отыр ғой, миллиард 200 мың. Оның көпшілігі қазір гонорарға кетіп жатыр, қаламаққа, сөйтіп. Әңгіме мынада, балалар әдебиетін айту көтеріп отырсыздар ғой. Соның ішінде подзаголовок бір бөлімше жасау керек. Балалар әдебиетін арнайы бағдар. Соған арнайы ақша бөлу керек. Өйткені жалпы ақша ана үлкендермен, романдармен, саяси дүниелермен араласады. Барлығы ғана ересегі бар, бәрі қосылып кеткен. Сол кітап шығару деп мақтанады. Балалар әдебиетінің аты аталып түсірмейді екен ғой. Иә. Мен айтар едім, айналайындар. Мынау әлгі жайға мультфильмді айтар, мен немерем бар, 2 немерем. Біреуісін керемет желі түрде насихаттаймын, Амал деген кітап оқуды ең туған күннен үйретіп жатырмын, барлығы біледі, Фейсбуктан түспейміз. Тұра салып ана кітап несі бар, көрмесі бар, сол жаққа барады, ақырында білемі, білмеймін, әйтеуір кітапты деген. Үйге келсек, сол кітапты іздейді. Сол бала үйден, отбасынан басталу, ол ең маңызды деп ойлаймын. Және мультфильмді жаңа, Маша мен Медведьті, білесіздер ме, ең көрермендері көп екен. Араб мемлекеттер жақсы көреді екен. Неге десеңізші? Ана Маша бүйтіп орамал тағмағаны кейін, олар мұсылмандар өте жақсы көреді екен ана Маша. Оны Американың саясаткерлері мұна мультфильмді тыю керек. Ода қорқып жатыр бір Машадан. Сол себепті біздің өзіміздің Машамыз болу керек, біздің қызымыз болу керек. Сондай сияқты әдетті әдемілеп. Мен сіздерге тағы айтайын. Сәуле Досжан былтыр ауылдан шыққан миллионер деген кітап шығарды. Білесіздер ме? Ой, қазір кітапханаға келіп сұранып сатып алайын деп, ізденістеп мысалы мен сізге айтайын, Тентек балақайдың күнделігі деген кітап аударылды ғой. Бұл да үлкен бестселлер, ағылшын тілінен, орыс тіліне, одан кейін қазақ тіліне. Астанадағы менің бір танысым Алматыдан 10 күннің ішінде әрең дегенде тапсырыс беріп жатып алдырды баласына. Енді қызық кітап, былай жеңіл кітап. Сонда қазақ тілді кітап, ол да аударма мысалы. Аударманың жағдайы анандай болған кезде оригинал кәдімгі өзіміздің контенттің жағдайы одан да қиын ғой. Мысалы Астананың өзінде 10 күнде қазақ тілінде баланың кітабы келді. Бізде ылғи аудармалардың қатарынан Әлия Беркінбаеваның жазған Дәуіт Атайдың ертегілері және Баянғали ағамыздың өлең әліппе жинағы бар екен. Басқа кітаптардың бәрі жиі оқылатын, аудармалары алып тұр екен, статистикаға. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына 1,5 минут қана қалған екен. Енді 30 секунд, Нұртөре Жүсіп мырза, қысқаша қорытындыласаңыз, қысқаша ғана бір 2 ауыз сөз. Енді рұқсат болса осы кісі. Мұхтар Әуезовтің ел болам десең, бесігіңді түзе деген сөз бар ма? Сол ел болам десек, өзіміздің әдебиетімізді, балалар әдебиетін түзеу керек қой, болды. Балаларымызды оқыту керек. Рахмет сіздерге, уақыт қысқа болып қалды. Табыс тілейміз. Келесі жолы тағы бір осы мәселеге қайта ораламыз деген ойдамыз. Баланың қарны ашса тамақтандырамыз, жаураса киіндіреміз. Ал рухани жүдеуді кітаппен ғана толықтыра алатынымызды әсте ұмытуға болмайды. Виртуалды әлемнен емес, шынайы өмірде бала болмысын қалыптастыратын бірден бір құрал кітап. Кітап құмар жастар көбейсе, шығармалар да жандана түседі. Өйткені сан сапаға әсер етеді. Саналы ұрпақ бүгінгі білімнен екенін біліп жүрейік, аман болыңыздар.